Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am your English teacher, Nicole. Баршаңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздердің ағылшын тіл мұғалімдарыңыз Nicole. Бүгінгі сабақта, яғни бүгінгі тақырыпта біз үйренетініміз қазақ ұлт жайлы, Қазақстан жайлы ағылшын тілі бойынша қалай айту керек. Жақсы, онда бүгінгі жаңа сөзіміздің бірінші сөзден бастайық. Қазақ ұлттың ағылшын тіл бойынша Kazakh. Ал Қазақстан деген сөзді қалай айтамыз? Kazakhstan. Ал келесі біздегі тие кездесетін елдің бірі Америка. Америкалық болса American. Келесі жиі кездесетін елдің біреуі ол Россия. Russia. Ал Россиялық болса Russian. Келесі жиі кездесетін елдің біреуі ол Қытай елі. China. Ал Қытай елі болмаса Қытай ұлты Chinese. Ал келесі біздегі жиі кездесетін Түркия мемлекет. Turkey. Түрік. Turkish. Ал келесі сөз біздегі жаңағы қай жерден боласыз дегенде, қай жер деген сөз ағылшын тілі бойынша where. Ал қай жерден деген сөз from. Келесі біздегі келу деген сөз come. Ал келесі біздегі ағылшын тілінде жиі кездесетін көмекші етістігі do. Көмекші етістіктің ешқандай мағынасы болмайды, ол өзінің атау сияқты етістікке көмектесетін ролын атқарады. Ол тек қана сөйлемнің ішінде бір орын алады, бірақ мағынасы болмайды. Бұны біз көмекші етістік деп айтамыз. Бұның екінші формасы does. Does деген форма біздегі үшінші жақ жекеше түр жағдайында бірге жүреді. Мысалы, he, she, it болған кезде does'ны қолданамыз. Ал соңғы сөз біздегі ұлт, сіздің ұлтыңыз. Nationality. Ал ары қарай кеттік. Біздегі ең жиі кездесетін сұрақтың біріншісі, сіз қайдан боласыз? Сіз қайдан келдіңіз? Where are you from? Бұның жауабы қалай болады? Егер де бірінші жақ жекеше түрден бастаған кезде I am from Kazakhstan. Келесі, егер де үшінші жақ жекеше түр болған кезде is. Where is she from? She is from China. Келесі, where is he from? He is from Russia. Келесі, where are they from? They are from America. Келесі, where are you from? Алдында айттық, you деген сөз жекеше түрінде сен, көпше түрінде сендер. Біз Түркияданбыз. We are from Turkey. Ал келесі бізде жиі кездесетін сөйлем where do you come from? Бұл сөйлемнің мағынасы негізі жаңағы бірінші сөйлем where are you from мен бірдей. Тек бұның екінші формасы
бұл 50-50. Кейбір адамдар where are you from деп сұрайды, кейбір адамдар where do you come from деп сұрайды. Мағынасы бірдей болғанымен жауап бергенде жаңа грамматикасы кішкене оқсамайды, соған мән беріп отырыңыздар. Мысалы where do you come from деп сұраған кезде біз етістік come деген сөзбен жауап береміз. Мысал ретінде I come from Kazakhstan. I come from Kazakhstan. Егер үшінші жақ жекеше тұр болған кезде where does she come from? Жаңағы мен айтқан does үшінші жақ жекеше түрінде жүреді. Мысалы she ол үшінші жақ жекеше түрі. Сондықтан бұл жерде does. Егер бұл жерде сіз where do she come from десеңіз сөйлеміңіз қате сөйлем болады. Where does she come from? She comes from America. Қарап отырсаңыздар, come деген сөздің артында as деген әріп қосылып отыр, е? Бұл жерде міндет түрде грамматика бойынша үшінші жақ жекеше түрінде қазіргі шақты баяндаған кезде етістіктің артына as болмаса es қосылады. She comes from America. Келесі, where does your father come from? He comes from Russia. Your father деген сөзді біз he деп бастауымызға болады. Ол Россиядан келген деген. Келесі, where do they come from? They come from Turkey. Where do they come from? They come from Turkey. Соңғысы, where do you come from? Where do you come from? Бұл жердегі you сендер, we come from China. We come from China. Келесі бізде жиі кездесетін сұрақ, сіздің ұлтыңыз қандай? Болмаса, сіз қай елденсіз? Көп жағдайда сіздің ұлтыңыз қандай деп түсінсеңіз. Бірінші мысалы, сіздің ұлтыңыз жайлы сұрамақшы болса, what is your nationality? What is your nationality? Болмаса, қысқартып айтқан кезде, what's your nationality? What's your nationality? What's your nationality? Жауап, I am Kazakh. I am Kazakh. Мен қазақпын, қазақ ұлтымын. What's his nationality? His. Ер адамдарға келіп отыр. Оның. What is his nationality? He is American. He is American. He is American. Келесі, оның ұлты қандай әйел адамдарға қаратылған. What is her nationality? What's her nationality? She is Chinese. She is Chinese. Ол Қытайдан келген, болмаса ол Қытай ұлты. Ал келесі және сізден жай ғана сұрауы мүмкін, сіз қазақсыз ба? Are you Kazakh? Yes, I am. Are you Kazakh? Yes, I am. Is she Turkish? Yes, she is. Ол түрік пе? Is she Turkish? Yes, she is. Болмаса, is he Chinese? No, he isn't. No, he isn't. Болмаса, is Diana Turkish? Is Diana Turkish? Yes, she is. Yes, she is. Жақсы, сабақ аяқталды. Егер сіздерге сабақ ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Онда келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыздар.